Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен алгебра 8-ші сыныптың БЖП 3-ші тоқсан бойынша бірінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Бірінші, есептің шарты мынандай. Тік төртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 4 сантиметрге артық, ал ауданы 60 сантиметр квадрат. Тік төртбұрыштың қабырғалары мен периметрін табыңдар. Екінші есебіміз. Катер өзен ағысымен 60 км жүзіп, қайтадан ағысқа қарсы 20 км кері жүзді. Ағыс жылдамдығы 1 км сағат. Барлық жолға 7 сағат уақыт жұмсады. Катердің меншікті жылдамдығын табыңдар. Ендігі кезекте есептерді шығаруға кірісейік. Бірінші, есептің берілгенде, яғни тік төртбұрыш берілген, бұны біз x деп белгілеп алсақ, енін, ал ұзындығын a-ны x плюс 4 деп белгілеп аламыз. Ауданы бізде тік төртбұрыштың s тең болады ені мен ұзындығының көбейтіндісіне. Сонда есептің шарты бойынша x көбейтілген x плюс 4 тең 60 сантиметр квадрат болады. Бұл жерден бізге табу керек ені мен ұзындығын және периметрін табу керек. Енді әр қарата қалай шығарамыз? X-ті X-ке көбейтесіздер. Дәреже көбейткіштері қосылады. Негіздері бірдей болса, X квадрат қосылған 4 көбейтілген X 4X болады, азайтылған 60. Яғни 60-ты теңдеудің екінші жағына шығарамыз. Бұл бізде тең болады 0-ге. Әр қарата дискриминантпен немесе вет теоремасы арқылы шығарсаңыздар болады. Бұл жерде, мысалы, вет теоремасымен де шығарсаңыздар болады, өйткені x квадраттың алдындағы a-ның мәні 1-ге тең, немесе дискриминантпен шығарсаңыздар болады. Өздеріңізге білетіндей жатталып қалған осы дискриминантпен шығарсаңыздар оңай. Ал егер де логикалық ойлауларыңыз тез болса, онда ветпен шығарсаңыздар болады. Дискриминант тең болады v квадрат минус 4ac. v дегеніміз бізде 4-ті береді. 4 дегеніміз формуладағы ортасындағы минус 4ac дегеніміз. a дегеніміз 1-ті береді, c дегеніміз минус 60. Сонда 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 60. Бұл жерде 4-ті көбейтеміз 60-ға 240, 240-ға 4-тің квадраты 16-ны қосамыз. Сонда 256 болады. 256-ның түбірі бізде 16-ны береді. Ары қарата x-тің мәндерін табамыз. x1, x2-ні табамыз. Формуламыз x-тің формуласы минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a. Бізде b-ның мәні 4-ге тең, плюс 4 болды теңдеуімізде. Бұл жерде керісінше минус 4 деп аласыздар. Минус 4 плюс, мысалы, түбір астында 256 деп аласыздар. Бөлінген 2 көбейтілген 1. Плюс болған жағдайда минус 4 плюс 16 болса, онда азайтылады. Сонда 12 шығады, үлкен таңбасы қойылады. 16-ның таңбасы қойылады, яғни 12 бөлінген 2 бізде 6-ны береді. Одан кейін минус 4 минус 16 болатынса, онда минус 20, 2 минус қосылады, 2-ке бөлеміз. Сонда бізде есептің жауабы минус 6 екен. Ары қарай, енді бізде оң мәнін аласыздар. B-ның мәні сонда 6 сантиметр, x-тің мәні, біз B-ны x деп алған болатымыз басында. Сонда B-ның мәні 6 сантиметр, A-ның мәні 6-ға 4-ті қосамыз 10, периметріміз бізде 10-ға 6-ны қосып 2-ке көбейтсеңіздер 32 шығады. Яғни есептің жауабы бізде B 6-ға тең, A 10-ға тең, периметріміз 32 сантиметрге тең. Келесі кезекте екінші есепке көшейік. Екінші есептің берілгені мынандай. Катер өзен ағысымен 60 км жүзіп, қайтадан ағысқа қарсы 20 км кері жүзді. Ағыс жылдамдығы 1 км сағат. Барлық жолға 7 сағат уақыт жұмсады. Катердің меншікті жылдамдығын табыңдар. Енді меншікті жылдамдығын табайық.
екінші тапсырманың шартын қалай құрастырамыз? Өзен ағысының қашықтығы 60 км. Ал ағысқа қарсы қашықтық бұл бізде 20 км білдіреді. Өзен ағысының жылдамдығы 1 км сағат. Т дегеніміз уақытымыз 7 сағат. В меншікті жылдамдығын табуымыз керек. Сонда біз В-ны меншікті жылдамдықты X деп белгілеп аламыз. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, физикада да, математикада да Т-ны табу үшін, уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Одан кейін теңдеуімізді құрамыз. Сонда біздің теңдеуіміз былай болады. 7, яғни уақытымыз, өзеннің ағысының уақыты 7 тең болады 60 бөлінген x плюс 1 қосылған өзен ағысымен. Өзен ағысымен болса x плюс 1 болады, ал өзенге ағысына қарсы болса x минус 1 болады. 20 бөлінген x минус 1. Содан кейін бізде ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі бізде сонда қандай болады? Қазір сіздерге жазып көрсетейін. Мына жерде x үлкен болып кетті мына қазір. Ортақ бөлімі қазір қандай болады сіздерге айтайын. Мына жерде x плюс 1 мынанікі бізде мына жерде x минус 1 болады керісінше. Мына жерде x плюс 1. Ал 7-нің үстінде бізде екеуі де болады. X плюс 1 де болады, x минус 1 де болады. Екеуі де болады. Сонда бізде есептен қандай шығады? 7x квадрат минус 7 тең болады 60x минус 60 плюс 20x плюс 20. Енді бөлшектің тек қана алымын аламыз. Сонда бізде 7x квадрат минус 7 қалады. 60x-қа 20x-ті қосамыз, 80x. Теңдеудің екінші жағына жіберсек, минус 80x плюс 40 тең болады, 0-ге болады. Одан кейін 7-ден 40-ты азайтсақ, плюс 30 шығады. Сонда есептің жауабы бізде қалай болады? Енді ары қарата бұл бізде квадрат теңдеу болғандықтан дискриминантпен шығарасыздар. Дискриминантымыз бізде v квадрат минус 4ac. Минус 80-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 7 көбейтілген 33. Бұл бізде 5476-ны береді. Оның түбірі 74. Ары қарата x1 мен x2-ні табасыздар. 80 плюс түбір астында 5476 бөлінген 2 көбейтілген 7. Тең болады 50 плюс минус 74 бөлінген 14. Екі мән шығады бізде. Біреуі 11, екінші мәні 7-ден 3. Тек қана біз 11 деген мәнді аламыз. Бізде сонымен осы есептердің барлығын талдап болдық. Көргендеріңізге көп рахмет. Сіздерге денсаулық тілеймін. Сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Келесі кездескенше каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.